Армысыз, қадірлі көрермен, міне футболдан Қазақстанның 34-ші чемпионаты мәреге жетті. Өз тарихында тұңғыш рет Қайрат 2 дүркін Қазақстан чемпионы атанып отыр. Жалпы чемпиондығының жиынтық саны 5. Яғни бұл көрсеткіш бойынша Қайрат Ақтөбені және Ертісті қуып жетті. Бұл үш команданы да енді пентакампиондар деп португал тіліндегі тамаша анықтамамен сөйлей беруге болады. Ал қатарынан екінші жыл Астана Қайратты соңғы турларда алдына жіберіп алып отыр, және Қайрат пен Астананың соңғы осы 26-шы турдағы ойыны көп мәселеге нүкте қойды. Әрине, бұл жерде осы матчты айтпас бұрын Қайраттың 16 тамызда соңғы рет Елімайдан жеңілгенін айтуымыз керек. Сол ойында 2-0 есебімен алматылықтар алда тұрды да, бірақ артынша Свиридовтан, Фессуплаккадан 3 гол жіберіп алды. Сөйтіп өздері жар шетіне, жар ернеуіне әкелгендей еді. Содан кейін Қайраттың бас бапкері Рафаэль Оразбахтин, Қайраттың серке ойыншылары ел алдына сұхбат берген кезде біздің алдымызда 6 финал қалды, енді осы 6 финалда түгелдей жеңіске жетуге тырысамыз деген еді. Сонысын орындады. Яғни кейінгі 6 қарсыласында ұпайсыз қалдырып, тек соңғы турда ғана Астанамен тең ойнап 1-1 есебімен чемпиондық атаққа қол жеткізді. Ал Астана болса 22-ші турда жеңістен күтпеген жерден жеңіліп қалды 2-3 есебімен. 23-ші турда Елімаймен тең ойнауға мәжбүр болды. Яғни былай қарағанда чемпиондыққа осы екі команданың жағдайында алғанда Елімай тікелей әсер етті деуімізге болады. Біріншіден Қайратты 3-2 есебімен Алматыда тізелетіп кеткенде Қайрат қиналғандай болса, ары қарай 5 ойынды жеңіп 1 рет тең ойнады, чемпиондыққа жетті. Ал Астана қаласында 3-3 есебімен ойнауға мәжбүр еткеннен кейін, былай айтқанда Астана сол 2 ұпай айырмашылығын қалпына келтіре алған жоқ. Бұл тұрғыдан алғанда Елімайдың 4-ші орнының осындай да бір чемпионаттың кестесіне тікелей әсер еткен жағдай болды дейміз. Алматыдағы матч жанкүйер күткендей болды. Бұл жерде ең қызығы Қайрат Пафос кездесуінде бос орындар орталық стадионда көбірек болса, Астанаға қарсы ойында солд аут, яғни түгелдей сатылып кетті. Бұл жерде кішкене баға саясатына да қатысты болғаны ешқандай күмәнсіз. Ойын жалпы алғанда интригаға, қызықтарға толы болды, шиеленіске толы болды. Өйткені матчтың алдында италиялық төреші Маттео Маркетти ойынның бас төрешісі болып тағайындалғанда көбінесе Астана жақтан қарсылықтар болды. Бұл өзіміздің отандық төрешілерге сенбеу ма, бұл былай айтқанда жеке адамның мүддесіне сай ма деген нәрселер болды. Бірақ Маркетти ойын барысында өзінің білігіне ешқандай күмән келтірген жоқ. Жалпы ойын аяқталғаннан кейін екі команданың ойыншылары бірін-бірі жұбатып, құттықтап жатқанын да көрдік. Былай айтқанда біз күткен футбол осы болды десек әрине болады. Марин Томасовтың 15-ші минутта соққан голы Астанаға жеңіске жол ашқан сияқты еді. Одан кейін Темірлан Анарбеков бас айналдырарлық тағы 2 сейв жасады да, Дастан Сәтбаев болса өзінде болған бір титтей мүмкіндікті сәтті пайдаланып сол аяқпен есеп теңестіріп кетті. Бұл ойынның 56-ші минуты болатын. Одан кейін Астанада жанұшыра шабуылдады. Қайраттың да бір тамаша 2 мүмкіндігі болды. Жоржиньоның сол аяқпен тепкен добын ұмытпайық. Ең бастысы, былай айтқанда чемпионат символикалық мәнде басталып, символикалық мәнде аяқталды. Яғни Дастан Сәтбаев естеріңізде болса, бірінші турда Қайраттың маусымдағы алғашқы голын соққан еді. Ол кезде де Астана аренада есепті теңестірген еді. Ал міне маусымның соңында тағы да есепті теңестіріп, чемпиондық атаққа тікелей әсер етіп отыр. Демек, бұл осындай жаңа жас футболшылардың маусымы болды дей аламыз. Ең бастысы, маусым басында осы кестені түзген біздің атақты кестешіміз, бұрын кезінде Қазақстан құрамасында ойнаған Павел Демьян бірінші және соңғы турда Астана мен Қайратты жолықтырып, сол кездің өзінде бір қызықтың шетін бастаған сияқты еді. Шынында да күткені орындалды. Соңғы турға дейін чемпиондық атақ шешілген жоқ. Ең бастысы орталық стадионда осы мәселеге соңғы турда ғана нүкте қойылды. Сондықтан бұл да бір жақсы ойластырылған шара болды дей аламыз. Қайрат былтыр Астанадан 1 ұпай ғана алда болған еді. Биыл 2 ұпай, 59-57. Астана екінші рет қатарынан Қайраттың алдына түсе алмай отыр. Және тұңғыш рет осы чемпион атанғаннан бергі жылдарында Астана 3 маусымда чемпион ата алмай отыр. Қатарынан 3 маусымда чемпион атана алмай отыр. Естеріңізде болса, 2014-2019-ға шейін бұл команда 6 дүркін чемпион атанды. Одан кейін 20-21-де Қайратпен тобылға беріп қойды чемпиондық атақты. 22-де өзі чемпион атанды 7-ші рет. Ал міне 23-де
Ордабасы 24-те Қайрат, 25-те Қайрат. Яғни Астана кейінгі жылдардағы чемпиондықтың арасында осылай ұзартып алды. Бұл да бір ерекше айтып өтетін нәрсе. Демек келесі маусымға Астана бұдан да күшті болып қатысуға өзінен өзі мүдделі деген сөз. Үшінші орынға Тобыл ие болды. Бұл Нұрбол Жұмасқалиев тізгіндеген жылдардан бері қарай Тобылдың жақсы табысы. Нұрбол былай айтқанда жұрттар арасында кішкене жұмсақтау бапкер қалай болар екен деген ойлар көп айтылған еді. Оның үстіне естеріңізде болса, былтыр Тобыл 5-ші орынмен шектелген болатын. Биыл болса бұл команда құрамда аса көп жаңартқан жоқ. Нақты селекция жасалды. Нақты позицияларға қола жүлдегер және Қазақстан кубогының иегері атанып отыр. Бұл жас маман Нұрбол Жұмасқалиевтің өзіндік үлкен табысы деуімізге болады. Ең бастысы команда сапында тек қана Ислам Чесноков, тек қана Ахмет Әл-Месауди емес, басқа да футболшылар шақырып көзге түсті. Өз басыма қақпашы Сұлтан Бұсырмановтың биылғы маусымда өте жоғары деңгейде өткізгені жаңалық болды десем болады. Данил Устименко бара салысымен күмәнсіз нөмірі 1-ші қақпашыға айналама деген едік. Жоқ, Сұлтан Бұсырманов аса жауапты кездесулерде команданы өте жақсы алып шықты, және Қазақстан кубогының финалында да ойнады. Сондықтан жалпы Нұрбол Жұмасқалиев бұрыннан бар футболшыларға да, жаңа ойыншыларға да тең мүмкіндік берді дей аламыз. Соңғы турда әсіресе мына Бейбіт Ғалымның гол соғуы тегіннен тегін емес. Бұл орталық жартылай қорғаушы алдағы уақытта өз бойы да ұзын, денелі жігіт, сондықтан ұлттық құрамаға да бір жақсы кандидат бола алады дейміз. Сондай-ақ мына Жаслан Жұмашев, көптен Тобылдың сапында жүрген Роман Асранқұлов сияқты жігіттер ақырындап шында да тек қана Тобылдың емес, ұлттық құраманың да есігін қағатын жағдайға жетті. Бұл да бір жақсы сүйінішті нәрсе. Сондықтан Тобылдың келесі жылы конференция лигасында ойнайтыны өте заңды нәрсе деп қарастырамыз. Елімай болса, соңғы турда жеңісті жұлып әкетті. Бұл команда Атырауды 3-2 есебімен жеңді де тұңғыш рет өз тарихында Еурокубокқа қатысуға мүмкіндік алып отыр. Естеріңізде болса, кезінде Олег Литвиненколар ойнап жүрген кезде, Сергей Сурадиев, Вишняковтар ойнап жүрген кезде, Бойченколар ойнап жүрген бұл команда Азия кубогында біраз жарқыраған. Қазіргі Криштиану Роналду ойнайтын Әл Насырда Семейге алып келіп тұрып, ол команда алаңға шықпай ойын тең аяқталды деп есептеліп, содан кейін біздің командаға жеңіліс жазылған да есімізде. Яғни Елімайдың басынан осындай да тарих өткен. Енді Еурокубокта қалай ойнар екен? Соңғы турға шейін Елімай 4-ші орынды алуға тырысты және соған бірінші рет қол жеткізді. Сөйтіп Семейдің командасы былай айтқанда өз тарихында бір жақсы секіріс жасады деуімізге болады. Ең бастысы осы өңірдің басшысы Берік Уәли мырза команданы алдыда қолдай білетінін жеткізді, және Елімай биыл Қазақстан командаларының тұңғыш бірінші болып сенімгерлік басқаруға берілді. Яғни жанкүйерлер өздері команданы басқарады. Бұл да өте бір жақсы үрдіс деуімізге болады. Және ең бастысы Елімайдың техникалық немесе басқа да мүмкіндіктерін айтпай, биылғы жылы командалардың барлығы маусым ортасынан ауа көп саясатын өзгертуге тура келгенде Елімай өте дұрыс қадам жасады дей аламыз. Яғни Рамазан Оразов, Ақмал Бақтияров, Ғалымжан Кенжебек сияқты ойыншыларды шақырып, біраз Фейсан Мулич сияқты, Роман Тугарев сияқты легионерлерді жіберді де екінші айналымда өте мықты командаға айналды. Қайратты Алматыда 3-2 есебімен тізерлетуі, сондай-ақ жаңағы айтқанымыздай Астананы 3-3 есебімен Астанамен тең ойнауы Астана аренада, бұл да бір жақсы көрсеткіш болды дей аламыз. Ең бастысы сол Ғалымжан Кенжебек тек қана нәтижелі ойын көрсетіп қоймай, керемет пастар шығарумен болды. Қайратқа Фессу Плакаға Қайраттың ойында керемет пас шығарып бергенін әлі ұмытқанымыз жоқ. Одан бөлек бұған дейін, яғни былтыр, биыл маусымның жартысына шейін аса жарқырамаған Иван Свиридов, Роман Мұртазаевтар осы футболшылардың келуімен түрленді десек болады. Роман Мұртазаев 7 гол соқты. Бұл былай айтқанда қазір қазақстандық футболшылар арасынан 100 гол соғуға бірден-бір жақын ойыншы екенін білесіздер. Бұған дейін 86 еді, енді 93 голға жетіп отыр үлкен деңгейде соққан голдары. Демек, алдағы маусымда да Роман 7 голмен осы көрсеткішін жаңартады деп ойлаймыз. Иванның да ұлттық құрамаға анық кандидат болғанын байқадық. Соңғы турда да Романның соққан голдары тікелей ойын тағдырына әсер етті. Демек, семейлік жанкүйерлерді осы бір тамаша табысымен құттықтаймыз. Ең бастысы, дәл осындай табыстан кейін енді Елімай қайда ойнайды Еурокубокта деген мәселе облыс басшылығында қатты алаңдататын шығар. Демек, Елімай аренаның да салатын мерзімі жеделдейді деген сеніммен жанкүйерлермен бірге күтеміз. Ақтөбе туралы көп нәрсе айтуға болады. Команда алақұйын маусым өткізді, өте чемпиондыққа
бірден бір үміткер команда ретінде қарастырылған еді, бірақ команданың басшылығы өзгеріп, команданың бапкерлері өзгеріп, ойын ортасында, яғни маусым ортасында Шушиначевтер келіп жағдай түзеуге тырысқанмен Ақтөбе сол 5-ші орында қалды. Былай айтқанда соңғы турда Ордабасыдан 0-2 есебімен жеңіліп жатып, 2-2 есебімен тең ойнау бұл команданың биылғы маусымдағы жалпы жағдайына түгелдей айқын көрсеткіш іспетті. Яғни команда барын салды, бірақ 5-ші орыннан аса алған жоқ. Сондықтан бір қайнау ішінде кеткен команда дей аламыз. Команданың 3-5 есебімен Астана аренада 25-ші турда жеңілуі түрлі әңгіме туғызды. Влад ойынды сатты, Әлбек Қасым Камараға қарсы жүгірмеді деген сияқты түрлі әңгіме айтылды. Бірақ осының бәріне Ақтөбе алдағы маусымда өте бір жақсы ойынымен жауап береді дей аламыз. Оның үстіне келесі жылы Ақтөбе Еурокубокқа қатыспайды, демек тікелей чемпионатқа алаңдай алады деген сөз. Одан кейін Жеңіс командасы, Жеңіс маусымды өте сәтсіз бастап, тіпті 9-10 турларға шейін жеңістің дәмін татқан жоқ, бірақ Андрей Демченко келгеннен кейін команда түрленіп сала берді. Сол кезде Қазақстанда бұрын ойнаған Элгуджа Лабуженица мен Владислав Садовский келді, өте орайымен келді, команда алға басып жүре берді. Сөйтіп және ұлттық құрамаға кандидаттарды көптеп дайындады. Сол үшін де жеңіске ризамыз. Исламбек Қуат түрленіп ойнады. Дінмұхамед Қараман ұлттық құрама сапында алғашқы голын соқты. Соңғы турда да мергендікпен танылды. Аслан Әділ дейтін футболшы 2 маусым бойы басқа командаларда ойнап бірде-бір гол соқпай кеткен еді. 5-6 гол соғып отыр. Бұл да тамаша көрсеткіш. Демек, жеңіс былай айтқанда алдағы уақытта да бір нақты фавориттердің қатарына енбесе де, былай айтқанда үздік 6-лықтан үздік 5-тен төмендемейтін команда дәрежесіне жететін сияқты. Ордабасы үшін маусым өте сәтсіз, ештеңе дей алмаймыз. Бұл команда чемпиондық амбициясы бар команда. Андрей Мартин оң жамбасқа келмеді ме, әлде команданың ығын таба алмады ма, болмаса бәсекелестері өте мықты болды ма, Ордабасы міне бар жоғы 7-ші орын. Бұл былай айтқанда 2 маусым бұрын ғана чемпион атанған командаға мүлде жараспайтын көрсеткіш. Сондықтан команданың басшысы кетеді екен деген әңгіме бар, команданың құрамы тағы жаңарады екен деген әңгіме бар. Мұның бәрін жаңа маусымда көреміз. Одан кейін әрине Оқжетпеске ерекше тоқталып өту керек. Оқжетпес маусымды өте сәтті бастады Андрей Ферапоновпен, бірақ осы Ферапоновты орнынан алып тастағаннан кейін команданың бір ішкі жүлгесі үзіліп кеткендей болып отыр. Неге алып тастады деген сұрақ әлі де жауапсыз. Мұрат Тлешев пен Ферапоновтың арасында шиеленіс болды деген әңгіме бар. Ал қалай дегенде оның орнына келген Қайрат Нұрдәулетов команданы аса ұқсата алған жоқ. Соңғы турда ғана Тұранды жеңіп кішкене көңіл жұбатқандай, әйтпесе біз бірінші айналымдағы Оқжетпесті жоғалтып алғанымыз шындық. Соңғы турда Дәурен Жұматтың дубль жасап, бір голды қарсыласқа соққызғаны ғана кішкене көңілге медет. Осылайша Дәурен ұлттық құрамаға кандидат болып қана қоймай, ұлттық чемпионаттың бас мергендерінің қатарына да қосылды. Яғни Грипши, Дастан Сәтбаевтан кейін осы Дәурен Жұмат тұр. Демек, алдағы уақытта Дәурен Жұмат сияқты, Дамир Марат сияқты ойыншыларға жұртшылықтың басқа мықты командаларын көз түсіп жатса, біз ешқандай да таңдана алмаймыз. Аутсайдерлер яғни Жетісу, Ұлытау, Қайсар, Атырау айтып өтуге болар еді. Ал Қайсардың әсіресе тек қана қазақстандық футболшылармен тамаша табысқа жеткенін ерекше атап өтуге тиіспіз. Маусым басталғанда тіпті бас бапкер Кумаковтың өзі шарасыздық танытып, мені осындай мәселеге бетпе-бет қойып отыр, қалай болады дегендей бір екі қолын екі жаққа жайған сияқты еді. Бірақ Қайсар маусым барысында өте мықты командаға айналды. Өте мықты дейтін себебіміз, мысалы, бұл команданың ұзақ жылдардан бергі көшбасшысы Руслан Сақалбаев футболды доғарды. Маусым ортасында өте жақсы ойнап келе жатқан Дидар Жармұқан жарақат алып қалды. Ал қорғаныс шебін тіпті бұған дейін премьер-лигада ойнап көрмеген Темірлан Мырзағалиев, Кәрім Сұлтанов және Абылай Төлегенов сияқты ойыншылардан жасақтауға тура келді. Бұл жерде енді Кәрім Сұлтановтың бұрын премьер-лигада Ордабасыда ойнаған, Тұранды ойнағанын білеміз, бірақ 1-2 маусым бірінші лигада ойнап қалды. Ал Абылай Төлегенов бұған дейін премьер-лигада бар жоғы 12 ойын өткізген ойыншы. Бірақ соған қарамастан қорғаныс шебі оң жақта Әділет Кеңесбек, сол жақта Қуаныш Қалмұратов бар, өте жақсы ойнап шықты. Өз басым осы маусымда сол Темірлан Мырзағалиевпен қатар Нұрымжан Салайдинге ризамын, және Никита Губаревке ризамын, және Нұрдәулет Ағзамбаевты ерекше айтып өтуге болады. Бұл жерде кейбір қақпашылар болады, ұзақ уақыт жүреді, бір екінші нөмірлі болып, бір мүмкіндік берілгенде анда-санда ғана ойнап қояды, сөйтіп спортта ғұмырында аяқтауы мүмкін. Ал Нұрымжанға биыл мүмкіндік берілді. 42 жастағы Александр Мокинді бірде-бір рет алаңға шығарған жоқ. Сөйтіп Нұрымжан өте жақсы чемпионат өткізді. Яғни алдағы уақытта да Нұрымжанның осы қасқырлардың негізгі қақпашы болатынына сеніміміз мол. Ал Никита Губарев маусымның басында келді.
Ресейден келді. Ресейдің екінші лигасындағы командасында ойнап, ал маусым соңында негізгі құрамның ойыншысына айналды. Және гол соғумен де тікелей айналысты десек болады. Осылайша Губарев өзінің әлеуеті өте зор екенін аңғартты. Бірінші лигадан оралған біраз ойыншылар бар. Осы жолы премьер-лига соның ішінде осы Нұрдәулет Ағзамбаевқа да қатты алаңдап отырдым өз басым жанкүйер ретінде. Өйткені бірінші лигада ойнап жүргенде бұл кәдімгі Галиадор сияқты болған. Ал Қайсарда ол сол қапталға орналасты да вингер ретінде өте жақсы матч нәтиже көрсетті. Аса нәтижесі жоғары болмағанымен кәдімгідей шабуылда тығырыққа тірей алатын мықты ойыншы өсіп келе жатқанын аңғартты. Соңғы турда гол соққанына өз басым қуандым. Атырау жан сақтап қалды. Бұл команда туралы да көп әңгіме айтуға болады. Бірақ Атырау маусымды о бастан ақ жақсы өткізуге болатын еді. Команда маусымның басында бір қожайынсыз қалып, ешкімге керек жоқ сияқты болып, қатарынан бірнеше ойын ұтылып, Коровенко кетіп, оның орнына Қабдолов келіп, оның орнына Мамонов келіп, берекесі кетіп жатқан сәтте әйтеуір бір дұрыс шешім қабылдады. Дидар Сыдықбекті бас менеджер ретінде шақырды. Сөйтіп бұрынғы ойыншыларын оралтты, бұрынғы Жуковский бапкерді оралтты. Сөйтіп маусымды құтқарып қалды. Бірақ дегенмен Атырау бұл маусымда әйтеуір реанимация бөліміне түсіп, әйтеуір бір кірпігі қимылдап аман қалғандай көрінеді. Тұран туралы әңгіме көп. Тұран биыл кемінде ұлттық чемпионатта 45-46 ойыншыны пайдаланды. Бірінші лигадан қорап-қорабымен алды. Легионерлерді бірінші айналымда қорап-қорабымен алып, олардан құтылуға тырысты. Одан кейін Аслан Дарабаев сияқты, Абылайхан Назымханов сияқты Қазақстан деңгейінде аты бар ойыншыларды, Бақдәулет Зұлпықаров сияқты ойыншыларды, Шоқан Абзаловтарды шақырып бір құтқарып қалуға тырысты өзінің жағдайын. Бірақ бәрібір премьер-лигадан бірінші лигаға соңғы турда түсіп кететіні, соңғы емес, 25-ші турда түсіп кететіні белгілі болды. Былай айтқанда, Тұран Қазақстан футболындағы жүйесіздіктерінің көрінісі болған сияқты. Маусым ортасында басшылығы ауысып, бәрі өзгереді деген еді. Енді өзгеру сол келесі маусымға қалатын сияқты. Премьер-лигадан бір команда түседі, 3 команда көтеріледі дегенде соңғы құрбан осы Тұран болды. Ал Ұлытау Нұркен Мазбаев бас бапкер болғаннан кейін де қатты түріне қоймаса да премьер-лигадағы орнын сақтап қалып отыр. Жетісу көбінше жас ойыншылармен ойнады. Нақты 2-3 легионері болды. Самат Смақов үшін де биыл маусым ауыр десек болады. Соңғы турда Рафаэль Саксес алаңнан қуылғанға мен өзім таң қалып қалдым. Осымен екінші рет алаңнан қуылып отыр. Команданы құтқаруға келген ойыншы алғашқы турларда бір жақсы ойын көрсеткенмен, артынша осындай дөрекілікке жол бергеніне де таң қалғандаймыз. Осылайша Қазақстан чемпионаты аяқталды. Назми Крепши 16 голмен бас мерген атанды. Оның 7-ін пенальтиден соқты. Екінші Дастан Сәтбаев алғашқы үлкен маусымда 14 гол соғып, соның біреуін ғана пенальтиден енгізді. Және Дастанның ерекше айтатын нәрсесі, соңғы 5 турда қатарынан гол соқты және 5 турда 6 гол соқты. Бұл жас футбол үшін ерекше нәтиже. Сондықтан чемпиондыққа тікелей әсер еткен Сәтбаев демізге болады. Енді Сәтбаевтың чемпиондар лигасында және ұлттық құрамада жасында жарқырауын күтеміз. Яғни Қазақстан премьер-лигасы оның шеберлігіне толықтай өлшем бола алмайды деген сенімдеміз. Бұл айтқанда өзім Қайраттың жанкүйері болсам да, биылғы чемпионаттың осы соңғы турға дейін интригасы, шиеленісі созылғанына жанкүйер ретінде ризамын. Астанаға осы тұрғыда рахмет те айтуға болады. Арқауды босатпаған үшін Жұмасқалиевтің тобылына ырзашылық білдіруге болады. Демченконың жеңісіне ырзашылық білдіруге болады. Осылайша командалар легионерсіз маусым өткізуге дайын екендіктерін де байқатты. Легионерлерге мемлекет қаржысынан емес, сырттан қаржы табуға да, яғни демеушілер арқылы қаржы табуға да мүмкіндіктер жететінін аңғартып отыр. Демек, алдағы маусымда, яғни 2026 жылы 16 команда толыққанды 30 ойын өткізіп, біздің чемпионат бір жақсы арнаға түседі деп сенеміз. Әзірше шолу осы. Алдағы уақытта осы биылғы Қазақстан премьер-лигасындағы ерекше жағдайлар туралы тағы да 2-3 шығарылымыз болатын естеріңізге саламыз. Арнамызбен бірге болыңыздар. Аман саулық тілеймін бәріңізге.